Сәлем, сіздермен бірге Перизат каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен осы жылы оқыған барлық кітаптарым жайлы айтып шығатын боламын. Асықпай көретін видео болады, ұзақ сөйлейтін шығармын, білмеймін. Если честно, дым дайындалмадым. Қазір ойыма не келеді осы кітапты оқыған кезде, сол чисто андай болады. Бірінші келген ойды айтам. Бірінші нені оқыдым, екінші нені оқыдым дегенде жоқ. Рандомно қолыма не түседі, сол туралы айта беремін. Короче, мен негізі кітап оқуды бастадым тек университет кезімде басталған. Осындай классикаға қызығып кішкене. Ең бірінші негізі саморазвитиеге байланысты кітаптарды көп оқып бастаған сияқты. Сөйтіп жұмыс істеп жүрген кезде андай ғой. Отырып кітап оқимын дейсің да, бірақ как будто уақытыңды босқа құртып жатқан сияқтысың, кино көріп жатқан сияқты ощущение беретін еді. Миллион күтіп тұрған істерің бар, ал сен типа кітап оқып отырсың деген сияқты. Ладно, діни кітап болса мейлі екен деп ше. И то діни кітап жаңағыдай оқуға желание жоқ, сөйтіп соңына дейін бітіре алмай жүрген кезде сен дүниеви кітап оқысаң вообще чувствование пайда болады. Как ты можешь деп. Короче, сөйтіп білмеймін, әйтеуір мен сол кездері вообще тастап кеттім кітап оқығанды. Саморазвитиеге байланысты кітап вообще жөніне қалды, өйткені менде андай болатын всегда. Ну, короче, оқып уже типа білетін нәрсені білдің, келесі кітапта тура сол ақылдарын айтады. И в чем прикол, бәрібір істемесең, сол үшін оны да оқуды қойдым. Потом алдыңғы жылы осы тура бір жыл болған сияқты, маған бір хобби керек болды. Бос уақытым пайда бола бастады. И еще мысалға қайтадан жаңағыдай бұрынғы армандарымды еске түсіріп, сондай кезде менің бір арманым есіме түсті. Кішкентай кезімде бір айтқан, кітап жазғым келеді дегенше. Ол арман, оказывается, әлі күнге дейін бәрібір бар екен мен ішімде. И соған әрекет жасап бастайын дедім. Бірінші әрекет ол, конечно же, кітап жазғың келсе, көп оқуың керек қой. Все, тогда дедім да, биылға план ретінде андай максимально әртүрлі жанрдағы кітаптарды оқуға тырыстым. Жаңағыдай кітаптарды іздестіріп бастадым, ютубтан уже блогерлерді көріп бастадым, буктюб, букстаграм дегенге тоже кіріп кеттім. Так, неден бастаймыз? Давайте ең бірінші мына кітаптан бастайық. Как раз арасындағы жалғыз бітірмей қалған кітабым. Оливер Сакс «Человек, который принял жену за шляпу» деген кітап. Мен бұл кітапты өзім ешқашан таңдап оқымайтын едім. Осы жазда август-сентябрьде кітап клубына тіркелгем. Сол жақта таңдалған кітап, короче. Бұл кітапты мен не үшін бітірмедім? Себебі жоқ, қызық, негізі мен оқығаныма өкінбеймін. Бұл не туралы десеңіздер, ауру адамдар туралы, психологически, не то что психологически, тут нервқа байланысты, нейрохирургияға байланысты, короче. Сондай ауру адамдардың историясы, осы кім, Оливер Сакс деген өзі докторда. Неше түрлі пациенттерінің историясы туралы айтады. Не түсінгенін, не қойғанын, наблюдениелері жайлы. Сол кезде жаңағы обсуждениеге дейін оқып үлгерген жерімде қалып қалдым ғой, потом өзім ашып қарауға уже уақытта болмады, плюс желание де болмады. Но негізі бір күні бәрібір бітіретін сияқтымын. Менде сондай не бар, андай бітірмеген кітап ұнамаса да бітіру деген нәрсе. Негізі содан құтылу керек. Это тоже бір перфекционизмнің бір несі ғой. Ұнамай ма, зачем уақытты құртып, лучше басқа кітап бастай бер деген сияқты. Арасындағы историялар необычный, то есть ешқашан өзің естімеген историялар, сол үшін де мировоззрениені расширять ететін кітаптардың бірі болды. Плюс еще осындай неше түрлі ауру кісілердің историясын естігеннен кейін бәрібір шүкір айтасың, то что денің сау екеніне шүкір айтасың, ешқандай проблема жоқтығына шүкір айтасың. Плюс бір жағынан андай мына жақта бір самый мелочный нәрсе болып көрінгенмен, сол нәрсе адамның миына қалай әсер етті, солай ол бүкіл өмірін қалай өзгертіп жіберді деген сияқты. Сол үшін қорқынышты да. То есть біздің миымыз прям андай ғой. Аллахтың жаратылысы. Не то бірдеңе болып қалды ма, сен қолыңнан айырып қаласың, миыңдағы сәл бір точка дұрыс емес орындалып қалды ма, целый памятін жоғалтасың деген сияқты. В общем, сондай мақсатта кішкене нейрохирургияға, андай психологияға қызығатын адамдарға оқуға болатын сияқты. Сондай терминдары көп кітаптар қатты ұнамайды екен. Сол үшін 3 деген звездочка бердім. Келесі кітап. Давайте починка. Мен бұл кітап жайлы айтатыным өте көп. Починка мен жеңіле деген. Мен негізі осы кітап жайлы бір влогымда айтқан едім. Қысқаша айтатын болсам, сол жаңағыдай не кезде ғой, Кореяның Японияның отаршылығында болған уақыттағы сол кәрістер Кореядан қашып
Японияға келеді. Басы тема басталды, сосын соңына қарай, как всегда, разочарование. То есть анандай автордың жазуына базар жоқ, конечно, историялар күшті өрбіді. Персонаждардың кішкене мінездері де дұрыс ұнамай бастады, кейбір шешімдері ұнамады, и слишком созып жіберді ма деп ойладым. Мына жақта не то, что мына қызда, главный басында басталған отбасы қыз туралы бастай алады да, сол қыздың балалары болады, сосын бір кезде баласының баласы туралы, короче, 4 поколение, короче, айтылады мына жақта. И түсінесің, бір жағынан реальность солай шығар, автордың айтқысы келгенде, сол түсіндіргісі келгенде сол болған сияқты. Қаншалықты өмірің жеңілдейді, то есть қиыншылық азаяды, соншалықты психикаң әлсіз болады екен. Мен соны түсіндім, короче, мына кітаптан. И соңында разочарование көп болды персонаждарға байланысты. Плюс азғыру тоже көп. Короче, анандай ғой. Япония десе, енді айтарым жоқ. Давайте сразу мен мынаны айта салайыншы. Мураками. Оқыдым деп айтуға ұялатын кітап, но в то же время оқыдым, мен не істеймін. Бұл да елдің бәріне танымал. Тоже мен, если честно, бұны сол не из любопытства, андай қай блогерді ашып қарасам да, осындай Муракамидің бір кітабын әйтеуір айтып жатады. Осы авторлардың арасында осы Мураками жүреді всегда. И маған қызық болды. Біреулері прям хейтить етеді, біреулері прям өлген фанат болып жатады. Япония Япония азғырған мемлекет қой, от души. Сондай жастар туралы да. И мына жақта соңына қарай сол тоже Японияның жастары туралы басталады, и неше түрлі қуғынбай әрекеттер тоже жазылады. Короче, мынаны оқып отқан сияқты чувство берді соңына қарай. Сол үшін де, блин, деп қатты жыным түседі, потому что бұның басы күшті басталған етін, еще күшті персонаж болған етін. Еще мен жыладым бұның, бұда, короче, ортасына қарай емес, сол басында жылайтын жерлері де болған. Мен бұған 4,5 деген жұлдызша бердім. Просто 4,5-ның бәрі сол осында басындағы история үшін, және автордың жаңағы историяны қалай жазып жеткізгені үшін мен 4,5 деген баға қоям. Бірақ соңына деймін. Ладно, ничего. Так, келесі. Айтпақшы, осы Мураками туралы айта салайын сразу. Тоже, в общем, қуғынбай. Японияның азғырған жастары жайлы, байқұстар әлсіз, жаман ше. Андай ментальный нелері әлсіз, бәрі самоубийство. Мына жақта мысалға қаншама жастар бір уже ұмытып қалдым, 4-5 жас балдар туралы айтады да. Жас болғанда сол университет оқып жүрген студенттер жайлы ғой. Соның бір 3-еуі ма уже самоубийствомен қайтыс болады деген сияқты ғой. Дейсің, болды, басқа не дейсің. Плюс андай өте кір нәрселер көп. Сол үшін де сіздерге оқуға не советую. Прям бір вау деген жерлері болмады, если честно. А так, в общем, оқымай қойыңыздар мына кітапты. Не советую. Келесі. Давайте қазақша кітап. Марат Қабанбай туған жердің 4 мезгілі. Осы 3 жыл бұрын ба, кажется, сондай Қасым баспасын сол бірінші көрген кезде прям қатты ұнаған маған дизайндары ше. Еще туған жердің 4 мезгілі деген. Мен өзім айттым, ностальгияны жақсы көретін адам, то есть ауылымды сағынам, Жуалы ауданында туып өскем. Ол жақ прям ауасы күшті, сондай бір жасыл тау бар. Ауыл да, кәдімгі ауылда өскеннен кейін сондай ауылдық вайбты қатты сағынады екенмін. Біз енді ол жақтан көшіп кеттік, бармағалы уже көп болды. Сол үшін де маған осындай туған жердің деген сияқты балалық шаққа саяхат, сондай бір ауылдың вайбтары всегда өтеді. Сөйтсем, бұл жерде вообще бір емес 3 история айтылған екен. Қазақи вайб, бұл жақта ауыл вайб емес екен көбінесе. Кітаптарды оқып отырып, сол түсінгенім андай болды. Шынымен Совет үкіметінің кезіндегі қалай қазақтардың ислами құндылықтардан айырыла бастағанын көруге болады ше, мына кітаптарды оқу арқылы. Плюс андай оқып отырсаң, осы қазақша кітаптардың маған ұнайтыны сөздері бәрін қарайсың, мінездері тура өзіңіздің туысқандар туралы жазылған сияқты. Елдің бәрінде сондай бар екен ғой. Туысқандардың арасында мынандай адам бар екен ғой деп отырасың, короче. Басында тілі кішкене болады ғой, бәрібір қазақи андай синонимдарды өлтіретін бәрібір күнделікті өмірде біз қолданбайтын, дұрыс көп естімейтін сөздер болғаннан кейін оқыған кішкене қиындық тудырды басында. Уже соң ортасына қарай үйреніп кетесің ол тілге. Советую. Келесі кітап
Қар қызы, Оралхан Бөкей. Бұл кітапты өзім таңдадым, себебі тоже осындай ютубта ма бір қазақша сөздігіңді, сөйлеу мәнеріңді жөндегің келсе, оқуға совет беретін кітаптардың арасында осы автордың кітаптары болған етін. Негізі танымал ғой, Қар қызы деген біраз еститінмін. Помню, тоқтамай тез оқыдым, бірақ прям вау болмады. Ожидание просто көп болып қалған сияқты. Сөйлемдері слишком ұзақ и түсініксіз болды мен үшін. Сөз байлығы көп екенін көрсету үшін авторлар кейде сондай күрделі сөйлемдермен жазатын болады. Ондай формат кейбіреуіне ұнауы мүмкін, бірақ маған ондай ұнамайды екен. 3,5 деген баға беріппін. А так былай историяның өзі тоже қазақша кітап, қазақша историялардың арасында көп кездестіре бермейсің. Қорқынышты жерлері бар, кішкене мистика бар, фантастика бар, фантазия бар. Мен өзім қазақша кітаптардың арасында бұндай неде жанрда көп оқымаппын. Мен оқыдым деп мақтанатын кітап Граф Монте-Кристо. 2 том. Бұны тоже өзім прям осындай нелерден орысша блогерлерді қарасам, всегда Граф Монте-Кристоны советует етеді. Осы баспадан прям аңдып жүріп, нереально. Кирпичтар, короче. Кітап ұнады. Мен бұған 4 деген баға беріппін. 5-ке неге жетпей қалды, себебі мысалға мынау чисто кек алу историясы ғой. Кек алу дегеннің өзі маған ұнамайды да. Осындай киноларда да көп қой, бәрі кек алып жатады. Танымал ғой, наоборот, елдің бәріне сол нәрсе ұнайды да, и всегда кек алу деген ол бір киноларда, жаңағы нелерде, кітаптарда, придуманный историяларда болады да. На самом деле шынайы өмірде сен кек алудан ешқандай пайда таппайсың. Білмеймін, мен ешқашан шынайы өмірде біреуден біреу кек алып бақытты болыпты деген нәрсені естімегенмін. И ешқашан қолдамаймын ол нәрсені. Маған еще ұнағаны мына жақта соңында, осы кітаптың соңында, білмеймін, автор жазған сияқты сол. Короче, болған оқиғаның шынайы түрін көрсетті, кішкене мини история қылып. И там прям білінеді то, что бәрі бірде Құдайдың орнына біреудің жазасын беруден ешқандай пайда жоқ деген нәрсені түсіндіреді соңында хотя бы. Сол үшін де маған ұнады. А так вообще вам советую реально оқыңыздар. Күшті жазылған ғой. Мен еще жақында бұның киносына бардым ғой, осы жылы шыққан. Бірақ киносы вообще ұнамады маған. Кітабынан мүлдем бөлек. То есть именно кітабындағы маған ұнаған жерлері, типа зацепить еткен жерлері кинода болмады. Сол үшін де киносы маған ұнамады. Кітабын оқып шынымен киносын көріңіздер, либо киносын көргеннен кейін кітабын оқысаңыздар, вообще тема болатын сияқты, мне кажется. Потому что мен кинодан кейін қайттан оқығым кетті. Бірақ мынаны точно қайттан оқымаймын енді. Всем советую, оқыңыздар. Так, важные годы. Мэг Джей. 20-дан 30 жасқа дейінгілерге оқуға совет беретін кітап. Мен бұл кітапты не үшін таңдадым? Себебі менің жасым уже 27-ге келе жатыр, 30-ға жақындап қалды. То есть 27-ге келе жатыр емес, келдім уже. Скоро туған күн болады, 27-де. Басында бастаған кезде маған не болды андай. Блин, типа андай болады, слишком 20-ға енді толып, универді енді бітіріп жатқан адамдар жайлы соларға беретін советтерді айтатын шығар деп ше, өткені солай басталды да басында. Чисто андай өзінің жаңа пациенттерінің историяларын мысал ретінде андай болады, мындай болады, негізі мынандай дұрыс. Мен оған осылай совет бердім. Сосын ол бүйтті, негізі сол нәрсе оған көмектесті деген сияқты нәрселер жазылды да, и маған сол нәрсесі ұнады. Болады енді бәрібір біз уже 30-ға жақындап қалғаннан кейін мына жақтағы көп нәрселерде может істеп үлгермеген нәрселер болған шығар, но в то же время өзіңе анализ ретінде өткен шағыңа қай жерде не істеп үлгердің, шүкір әйтеуір мен мынаны істеп үлгерген екенмін ғой, шүкір мен мына нәрсе дұрыс келе жатыр екенмін ғой деп айту үшін де, болмаса жаңағыдай мен мына жерде оказывается былай істемеппін ғой, хорошо енді ойымда жүреді, әлі кеш емес деген сияқты бір ойлар туындау үшін де, то есть сондай ойлар менде болды. Маған көмектесті бір анализ жасауға. Мен басында шынымен қорықтым, типа а вдруг там оқуын оқып алып, одан сайын не болып кетпеймін ба деген сияқты, стресске түсіп кетпеймін ба деп. Кейде шынымен саморазвитиеге байланысты кітаптар болады, оқысаң сен бүкіл өмірің, короче, қате істеп жүрсің.
негіз дұрыс емес істеп жүрсің, дұрыс емес жолдасың, сен мынаны істеуің керек дейтін кезде прям өзіңнен өзің стрессовать етіп кетесің ғой. Бірақ мен ойлағаннан жақсы сезім қалдырды десем болады. И плюс анандай бұрында мысалға жас кезімізде енді бәрібір осындай кітапта оқыған нәрсенің бәрі ақиқат деп білетін едік қой, енді бәрі ойбай точно осындай болмаса болмайды, значит мен вообще дұрыс емес өмір сүріп жатырмын, мына жерде бүйтіп жазылған, негізі бүйту керек деген сияқты бір өзімізге шарттар қойып аламыз ғой. Қазір уже түсінесің да, то что бұл да бір адам жазған, негізі ол өзінің өмірінде көрген мысалдармен просто совет беріп жатыр. На самом деле ол точно сондай болу керек деген нәрсе жоқ. Біз просто алатынымызды аламыз и все. Не де подкасттар көр, ұстаздарды тыңдайсың ба? Тоже мен прям осы адам 100% дұрыс, значит осындай болу керек деген нәрсемен мен ешқашан сөйтіп тыңдамайды екенмін. Ол адам өзінің өміріне көмектескен, өзінің білетін біліммен тек бөлісуде. Ал сіздер оны тек совет ретінде аласыздар. Егер сіздің өміріңізге ол нәрселер керек емес, немесе сізге может ол практикалар көмектеспеген болса, ничего страшного, ол да қате айтты деген нәрсе жоқ. Сізде қате жерде емессіз, короче. Сондай. Короче, сондай понятиемен оқу керек. Любой кітапты саморазвитиеге байланысты. Бізде қазір сол ғой, интернетті ашып қалсаң спор ғой, ойбай ананың айтқаны дұрыс емес, негізі мынандай. Значит, ол, короче, бүкіл айтқаны қате деген сияқты ше, бір сөзін алып алады да, сөйтіп бітті. Қырғын деген сияқты. Сол нәрсеге, короче, қарсымын и құптамаймын. Так, солай оқыңыздар. Так, соңғы оқыған кітап Once Upon a Broken Heart, Стефани Гарбер. Бұл ағылшынша фэнтези. Мен айтқан едім, жаңағы әртүрлі жанрда оқып көргім келіп жатыр деп, и осы жанрлардың біреуі, то есть биылға мен өзіме тапқан жанр, новыйдан ашқан жанрым, ол романтези деген жанр екен. Яғни романс плюс фэнтези. Ағылшынша аудитория, кітап оқитын аудиторияда өте қатты танымал осында жанр. Инстаграмда ашып қалсам да, не всегда осы кітап, ютубта ашсам да осы кітапты бәрі мақтайды. Плюс қараңыздар, не деген әдемі кітап, мен чисто осы дизайны үшін ағылшынша версиясын қанша қымбат болса да алдым. И алғаныма өкінбеймін, себебі прям стоящий ғой. Просто қарап мәз болатын кітаптардың бірі ғой. Бұл кітапқа мен 4 деген баға қойдым, тоже. Себебі менде просто ожидание көп болды. Реальность кішкене сафада жетпей қалды. Неге 5-ке жетпеді? Себебі все-таки кішкене арасында кринжовать еткен моменттер болды. Слишком андай болады. Предсказуемый моменттер деген сияқты. Мынандай ертегі кітапта, короче, бір қыз туралы, мамасы мен папасы қайтыс болған, жетім қыз, өзінің мачехасы болады. Мачехасы онша жаман адам болады деген сияқты. Күшті бір жігітпен танысып қалады. Примерно сондай сюжетті. Но қызық. Может, онлайн тауып, кітаптың өзін алмасаңыздар да, онлайн спокойно табуға болады сияқты негізі. Оқуға советую. Бұл историяны әлі бітірмедім, мен екіншісін әлі оқып жатырмын. 3 кітап бар. Полностью 3-ін оқып бітіргеннен кейін, может, толық несін берем, бағасын. Келесі екінші дәу кітап менде биыл оқылған Стивен Кинг 11-22-63. Молодец деймін осыны оқып бітіргеніме. Тоже нереально күшті баспа, әдемі баспа. Оқып көрген бірінші кітап Стивен Кингтан. Так, бұл 11-22-63 дегенді мен не үшін таңдадым? Неге именно осы кітабын таңдадым? Себебі кітаптардың арасында самый қорқынышты емесі, ужастик емесі осы дегеннен кейін таңдадым. Қалғандардың бәрі ужастик. А мен ужастик точно оқығым келмейтін еді. Білмеймін, бірақ оқып көру керек сияқты бәрібір бір, иә? Вдруг ұнап қалады. Негативный нәрселер ұнамайды көп. И так өмірде шаршап жүрсің, негатив көріп, одан сайын шаршағанша лучше позитив көріп кішкене не қылмайсың ба, демалмайсың ба деген нәрсе болады екен да менде. Но пойди Стивен Кингтің бәрібір бір ужастигін оқып көру керек сияқты, себебі маған мына кітабы ұнамады. Базар жоқ, прям күшті жазылған. Жазу стилі тоже қарапайым, андай кино көріп отқан сияқтысың, сериал көріп отқан сияқтысың, американский. Ол білмеймін қаншақты плюс, минус. Мен американдық емеспін, ол жақты тұрып көрмегем, ол адамдармен сөйлеспегем, чисто кинолардан білеміз. И предсказуемый не персонаждар.
мысалы кинодан білетін тура сол персонаждар мына жақта. И мен, если честно, бұл главный геройға андай переживать ете алмадым, главный махаббаттарына сене алмадым қатты. Прям бір эмоция тудырмады десем болады. Кино көріп шыққандай ощущение берді. Сюжет андай ғой, уақыт кері айналдыру. Жаңа Джон Кеннеди деген президенттің өлімін исторический не ғой, роман деп аталады. Яғни шынайы өмірде болған кім Кеннеди, Джон Кеннеди, президент, ақштың президенттің қалай өлгенін білесіздер ма, білмейсіздер ма? Мен оны универ кезде осы президент жайлы бір не жасаған едім, политикадан ба, презентация жасаған. И сол кезде маған сол несі өлімі прям базар жоқ деп қызығып қара ютубтан тексеріп, оны зерттеп, сол историяны помню да. Сол үшін де маған осы кітап қызық болды негізі. Кеннедидің өлімін жайлы айтылатын болғаннан кейін. Сол кезге қайтып оралу оқиғасы жайлы. И бұл жақтан түсінгенім тек жаңағыдай ғой, қайтадан қанша сенің өміріңдегі болып жатқан бүкіл нәрселердің бір қайыры бар. Еш нәрсе әшінен емес. Сен оны ертең типа уақыт, может, сенде возможность болса да, сен ертең типа уақытпен кері айналып бірдеңені өзгерткім келеді десең де, одан хужысы болуы мүмкін. Сол үшін де тағдырымызға жаловаться етпей, бәріне шүкір айтып, бәрінің қайырлысы бар деп қабылдауды үйрендім. То есть сол нәрсені түсінуге болады мына кітаптан. Все. Советую, не советую, білмеймін, шынымен Стивен Кингтің жаңағыдай жазу несін, манерасын білгілеріңіз келсе, мен сияқты қорқынышты кітап оқығыларыңыз келмесе, онда осы кітап болады сияқты. Потому что шынымен басқа кітаптар танымал осындай, прям елдің бәрі мақтайтын кітаптардың бәрі ужастик. Мынау ғана более-менее не ужастик. И то ішінде бәрібір мистикалар көп, но прям қорқынышты деп айта алмаймын. Келесі «Вторая жизнь Уве». Мен бұл кітапты сол алдыңғы қыста, ютубта қыста обязательно оқу керек кітаптар деген списоктың арасынан көріп қалдым да, осы «Вторая жизнь Увені». Прикольно көрініп маған, сырты тоже андай ғой, жылы, кози ғой. Былай жақсы кітап, бірақ тоже современный. Қазір бар ғой. Менде, короче, осы жылы чисто оқыған современный кітаптардың барлығында разочарование болды. Бәрібір классикаға жететін нәрсе жоқ екен. Не үшін десем, все-таки современныйлардың тілдері сухой. И маған ұнамаған нәрсесі сол ғой, жаңағы соңына қарай слишком уже современность қосылып кетеді, жаңағы ЛГБТ деген де қосылып кетеді. Уже как будто ол адамдарды сен білесің да, келесі шағы қандай болатынын ше. Уже ты предсказываешь, не істеп не қоятын. И сюжет тоже предсказуемый, да. Сол үшін де маған прям бір тереңдікпен оқи алмадым. Бір оқып шығуға вполне стоит. Шаршап кеттім ғой. Қанша кітап қалды? Айту керек. 3, 4, 5, 6, 7 кітап қалды. Кішкене демалып алайын. I love pudding. Келесі кітап «Твердость характера». Мен бұл кітапты тоже алдында қатысқан Reading Club'та оқыдым. Өзім тоже таңдап оқитын кітап емес, себебі твердость характера прям андай бар ғой бізде. Қыздардың характерлері твердый емес, мягкий болу керек деген бір понятие. Короче, сондай понятие болғаның үшін. Бірақ оказывается, бұл жерде вообще ол нәрсе емес екен. Твердость характера деген ол просто сила воля ғой. Талант versus еңбек, короче. И мынау тура маған арналған кітап, себебі мен чисто талант деп қалған адаммын да. Кішкентайымнан андай өзім талантыма сеніп қалғанмын, не қатты еңбек етпеймін. А тут мына жақта айтады, типа құр талантпен ешқайда бармайсың, бәрібір еңбек решать етеді. Твердость характера болу керек деген сияқты. И сол үшін де былай маған ұнады, кейбір моменттерін шынымен деп қалуға болады. Но в то же время андай енді бұл жақта чисто сөйтіп айтқан ғой, ойбай жоқ, сен талантпен ғана ешқайда бармайсың деп. На самом деле талант болса, все-таки кішкене саған оңайырақ болады көп нәрсе. Егер талантың болып, плюс еңбек етсең, сенған жететін адам болмайтын еді. Мен самый любимый кітаптарым қапты ғой. Жоқ, давай мынаны айтайық. Не любимый негізі. Махаббат қызық мол жылдар, Әзілхан Нұршайықов. Біздің мамалардың кезінде қатты танымал болған кітап екен да, мамадан сұрадым да.
елдің бәрі, оказывается, сол кездегі бүкіл жастар осы кітапты оқыған екен. Студенттердің несін, сол кезеңдің күшті атмосферасын күшті көрсеткен. То есть жастардың, жаңағыдай қазақтың жастары, маған ұнамағаны просто персонаждар тупой ғой, бірінен бір өткен. Мына жақта қыз, вообще главный геройдың ғашық болған қызы вообще мені жыныма тиді. Кейбір моменттері бар, тупой нәрселер жасайтын. Просто описать еткен кезде ана қызды ойбай өлтіреді да, короче, күшті машалах қыз болады да. Ақылы деген прям базар жоқ деп прям сөйтіп көрсетіп келеді да, и бір кезде бір нефтем ақымақтық жасайды ше. В чем прикол? Просто сюжет үшін жасалған сияқты ақымақтық. На самом деле ондай ақылы бар қыз шын өмірде сөйтіп жасайды ма екен деп. Бірақ енді шынымен шынайы өмірде бар сияқты бәрібір, иә, болады да. Просто мен өзім түсінбедім. Қазақтардың сол кездегі андай болады ғой, қуғынбай понятиелеріне қарсы шыққан, сол кезден бастап қыздардың әлсіздігін пайдаланып кететін моменттерде осы главный геройдың ойы, типа ол олай ойламайтынын, ол нәрсе дұрыс емес екенін, кейбір қазақтардың салт дәстүрлерінің что-то не то екенін деген сияқты. Сондай нәрселерді айтқан жерлері ұнады маған. Оқып көрдіңіздер ма? Сіздер не ойлайсыздар? Тоже комментке жазып кетіңіздер. Менің самый любимый кітаптарым қалды. Давайте екеуін былай қалдыра тұрайық. Жасыл. Гарри Поттердан кейін негізі менің қатты жақсы көретін әлем, то есть фэнтези әлемі, ол Властелин колец. Бірінші кітабының сюжеті все-таки киносына қатты келеді. Уже сюжетін примерно ожидаемый болғаннан кейін прям қызығып оқыдым деп айта алмаймын. А вот екіншісі вот маған қатты ұнады, себебі бұл жақта новый историялар өте көп болды. Сосын үшіншісі мен уже болады, үшіншісіне келгенде шаршадым, если честно, мына әлемден. Енді прям 3 кітапты оқып уже соңына қарай уже шаршайды екенсің да, и плюс андай мен сол моменттерде бізде той басталып кетті. То есть сестренкам той басталып кеткен көктемде. И мен уже андай чисто аудиокнигамен бітірдім. Сол үшін мына жақта закладкалар уже аз да соңына қарай. Жолда аудиокнигамен тыңдап, уже жартысында ұйықтап, короче, до конца бітірдім деген ощущение жоқ болып тұр да. 3 часті да негізі киносынан кәдімгідей өзгеше. Киносы молодцы. Киносын күшті түсірген. Бәрі көбісі айтады ғой, типа кітаптан кейін киносы онша емес болып қалады деген сияқты. Мен білмеймін, негізі мына кітаптың киносын вполне достойно түсірген деп санаймын. Мен бірақ бұл кітаптарды точно қайтадан оқып көргім келетін еді. Себебі бұл жақта өте көп история болды да, мен уже көп нәрсе есімде жоқ. Оқып бітіргеніме ризамын. Қаншама жылдар бойы ойымда жүрген, прям уишлистта болған кітаптар ғой. Самый любимый кітаптарым соңынан қалдырам деп қалдырмадым. Так өзінен өзі солай болып қалды. Почему-то астында қалқапты. Идиот. Достоевский. Мен бұл кітапты бұрын университет оқып жүргенімде оқығанмын. Бізде ауылда мен папамның отбасының үйінде папамның библиотекасы болған кітаптар. Бір жазда барғанымда есім біліп, типа кітапқа қызығып жүрген кез ғой. Ол үйде еще кішкентай балалар көп, все-таки кітаптардың бәрі көбісі андай жыртылып қалған, сызылып кеткен, короче, сондай болып кеткен еді да, ескі кітаптар. Сол кезде прям истеп прям арасынан бір 2 кітап таңдаған, осы идиотты, еш жыртылмаған, полный, плюс тағы бір кітап, сол кітаптың аты есімде жоқ, и ол кітап қайда екенін де білмеймін. Короче, 2 идиот та жоқ менде, жаңағы екінші кітап та жоқ, как всегда біреулерге берем оқуға, сосын аумен болады. Папам оқыған кітап деп ше, енді бәрібір папамның библиотекасынан алған кітабым деген өзінің бір ерекше историясы болғаннан кейін де мен сол кітапты прям жақсы көріп оқығанымды помню университет кезде. Бірақ вообще есімде жоқ. Почему-то сюжеті туралы вообще ничего не помню. Сөйтіп жүрген кезде, бір кезде кітап клубына барам ғой, сөйтсем таңдауға осы кітап тұр екен да, и прям давайте мен как раз осы моментті пайдаланып оқып алайықшы осыны деші. Давайте идиот деп бәрі келісіп, короче, сөйтіп идиотты таңдап алдық. Содан кейін де маған қаттырақ өтті ма, әлде шынымен мына кітап қызық па, білмеймін, әйтеуір түсінбедім. Жаңағы кітап обсуждать етуге барсақ, ешкімге ұнамаған ғой. Тек 1-2 адамға ұнаған, прям бірақ қатты емес тоже, но маған вот ұнады. То есть идиот болған үшін ұнамайды. Сол ғой спор. Главный персонаж реально идиот или все-таки он хороший человек, просто остальные типа оны идиот қылып санайды. На самом деле он не идиот.
мен мысалға жаңағыдай умный деп санайтындарын жақсы адам, он молодец, короче. Сондай адамдар негізі өмірде керек, сондай адамдар болу керек деген мнениедегі адамда, көбісі айтады, типа, жоқ, ол настоящий идиот, ондай адамдар вообще керек емес деп. Егер де сен дейді да, күшті мұсылман болсаң, жақсы мұсылман болсаң, қазіргі заманның несімен сай негізі басқа адамдар сені жынды деп санайды деп ше. Бірақ сен жақсы, дұрыс жолда жүрген адамсың да, но басқалар сені жынды деп ойлайды. Прикол в том, что, значит, сен жынды емессің, просто қазіргі заман сондай болып кеткен да, что жаман нәрселерді олар жақсыға айналдырып жіберген, жақсы нәрселерді жаман нәрсе деп санап кеткен да, ақмақтық деп санап кеткен. На самом деле ондай качество любой адамда болу керек та. А вот біз сол качестволарды бар адам, әлсіз адам деген нәрсеге кетіп қалғанбыз ғой. И мынау тура сол мысал ғой. Главный персонаждың мінезі, іс-әрекеттері, ақылы шынымен жақсы адамдікі да. Просто жан-жағындағылар бұны пайдаланып кете береді. Потом енді есіме түсті да, не үшін ұнағаны. Оказывается, мынау Достоевскийдің жазуы прям базар жоқ қой. Мен мысалға мына жақтағы қазіргі заманский кітаптарды оқыдым ғой. Соларды оқығаннан кейін Достоевскийді оқысаң бар ғой. Кайф. Білмеймін, мен прям жаңа мына жақтардан сезіне алмаған тереңдікті мынадан сезіндім андышы. Әр персонаждың нелері, жаңағы мінездері, диалогтары күшті описать еткен. И автордың өзінің философиясын қалай жеткізгендері бәрі өтті маған. Конечно, то же самое осындай ұзақ кітаптардың бір минусы солға мыжып жіберген моменттер бар. Короче, оқып көріңіздер өздеріңіз. Сіздер не деп ойлайсыздар? Шынымен идиот па, әлде все-таки жақсы адам ба? Солай жаңағыдай спор болып жатыр ғой, бір кезде біреу айтады. Осы идиотты күшті адам деп ойлайтындар. Онда сондай күйеу сіздерге бұйырсын дейді ғой. Ой, жыным ұстағандай деп ойнап айтам. Короче, бұл кісі ауру кісі ғой, ауру. Бәрібірде мен бұл жақтағы главный персонаждың качестволарының болғанын қалайтын едім болашақ күйеуімде. Все-таки бұда басқаларында жоқ, ақылдылық бар, жүрегі таза, шынайылық. Жаңағыдай ғой, қазіргі заманда сәл біреуге жаның ашса, сен, значит, спасатель болатсың дейді, или жертва болма дейді. Короче, мен де примерно солардың қатарына көшіп кетіп жүргем соңғы уақытта, сосын қайтадан есімді жинап жүрмін, что жертва, спасатель деген шынымен ондай нәрселер существует да, но в то же время нельзя жертваны кінәлап жібермеу керек. Значит, он сам просто өзі сондай жертва болғысы келіп жертва болған ғой. И біреуді аясаң, ой, сен спасатель болма, короче, деген нәрселер де басталады да. Білмеймін, не дұрыс емес екенін, но бірақ жаңағыдай әркімді аяп та жүре бергеннен тоже пайда жоқ қой, по идее. Типа жаңалықтардан біз уже неше түрлі жаман новостилар естіп, уже жүрегіміз қатайып бара жатыр да. То есть ненормальный нәрселерді уже нормализировать етіп кеткенбіз да. И мен өзімнен сол нәрсені байқаймын да, уже жаман историяны естисем, жақыным болмаса, мысалға алыстағы біреудің историясын естисем, қатты жүрегім ауырмайды. Ладно, короче, өзім травмамды айтып кеткен ба. Сол, в общем, оқып көріңіздер. Так, келесі Хоббит. Тема, короче. Мына кітапты қатты ұнаған сонша мен сестренкама оқыттым, сосын әпкем оқыды, мама тоже оқып бастады. Сөйтіп алдында мамадан алып кеттім, видео түсіріп алайын. Сосын қайта апарып беремін деп. Ертегі өте қызық жазылған, жеңіл жазылған. Мысалы, мына Властелин колец все-таки жазу стилі кішкене күрделірек та, а мынау наоборот. То есть екеуінің авторы бір ғой, бірінші осы Хоббит жазған, сосын бар Властелин колец. Властелин колецті көрмеген болсаңыздар, вообще ол әлеммен таныс емес болсаңыздар, осы Хоббитті оқып бастаған дұрыс. Властелин колецтен кейін Хоббит киносы шықты, 3 часть. Тым ұнамаған едім киносы. Бірақ кітабын оқығаннан кейін киносын көріп едім, оказывается, прям күшті түсірген екен ғой киносын деп ойладым ше. Элементарный нелер, сөздері, жаңағы персонаждардың ақылдары қатты өтті мен үшін. Гэндальфтің нелері, сөздері. И барлықтарыңызға бір оқып көруге совет беретін кітап. Кругозорды тоже расширять етеді, мировоззрениені расширять етеді. Ну, сол неге фэнтези жанрына кіруге осы кітаптан бастап оқып көруді советовать етемін.
солай осы жылға мынанша кітап оқығым келеді деп санын жазуға қорықтым жылдың басында, себебі әлі енді кітап оқып бастадым ғой. Бірақ вполне хороший результат деп ойлаймын өзім. Но хотя бы айына бір 2-3 кітаптап оқығым келген еді. Келесі жылға енді иншаллах бәрібір көп, әлі де список көп. Бұдан да көбірек оқимын деген мақсат қоюдамын. Келесі жылы тоже чисто осындай кітаптар оқуға құртам да, сосын одан келесі жылы уже кітап жазуға бастайтын шығармын иншаллах. Әмин. Или может келесі жылы бастап кетем бақ, кім біледі. Бәрі бір Аллахтың қолында. Топ, молодец, Пико. Бүгін ерінбей осы видеоны түсіргеніңе Аллахқа шүкір. Айтпақшы, осылай кітаптар жайлы айтқаным сіздерге ұнады ма негізі? Жалғастырайын ба? Мен сөйлеуге келгенде негізі қатты өзіме уверенный емеспін да. Андай ойымдағының бәрін күшті әдемілеп жеткізем деп айта алмаймын ше. Сол үшін де күмән болатын, блин, қаншалықты смогу деген сияқты. Но біртіндеп үйренемін соңында. Бүгін контент, надеюсь, ұнады, я. Ұнаса лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар және маған жазылыңыздар. Келесі влогта кездескенше күн жақсы болсын. Давайте.